Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай микс салат дайындайтын боламын. Оған керекті заттарым: ұным, разрыхитель, какао, қаймақ, песок, сармай, жұмыртқа. Ұнымызға какаомызды салып, разрыхителімізді салып, әбден араластырамыз. Біркелкі қылдырып бәрін араластырамыз. Осыған сармайымызды саламыз. Үй температурасында ерітіліп тұрған сармай. Осының қолымыздың ұшымен жайлап крошка жасаймыз. Әбден барлығын майымыздың бәрін ерітіп крошка жасап аламыз. Оған жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаның мен сарысын салам, ағын. Қазір тортқа соғамын. Екінші жұмыртқамның да өстіп, ағы мен сарысын ажыратып саламын. Енді осыны әбден араластырамыз біріккенше. Міне осыған қаймақ сал жібердім. Сосын әбден барлығын араластырдым. Міне араласып тұрған қамырым. Осындай қамыр шығады. Осыны салатанға салып, холодильникке салып қоя тұрамыз. Мен осыдан екі түрлі микс жасаймын. Осыны енді екіге бөліп аламын. Біреуіне сникерс тортын жасаймын, біреуіне банапи пай тортын жасаймын. Осыны енді оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Өзіміздің формамызға байлап жайып аламыз. Менде дөңгелек 24 диаметрлік форма. Соған саламын. Қағазымызды астына салып, майлап. Әбден жинақтап салып алам осыған. Жетпеген жеріне алып, жеткізіп, бәрін жайып шығамыз. Енді осыны шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Енді осының бетіне жағатын кремімізді дайындап аламыз. Енді қант салдым, сахар ұнтағын салдым. Енді менде сливка 33%. Осыдан енді крем соғып аламыз. Оған дейін қызып тұрған пешімізде банаға коржығының сыртын пісіріп аламын. Пісіп тұрған. Мен 2 банан қолдандым. Осыны енді турап аламыз. Қоюлатылған үзге шоңқыны астына жағып жібереміз.
барлық шетіне жеткізіп, осыған бананымызды саламыз. Бананымыздың бәрін салып болдым. Жаңа соққан кремімізді торт салатын неге құйып аламыз. Осыны бетіне құйып шығамыз. Кондиционер салапанына құйып алдым. Осындай етіп бетін бәрін құйып шығамыз. Енді екінші тортты пісірем осыдан. Екіншісінде осылай жайып аламыз. Салмасына қаймақ салдым, ірімшік салдым, сүзбе. Қант салдым. Осыны енді араластырып аламын. Жұмыртқаның сарысын салдым. Тағы бір жұмыртқаны жарып салам. Осыны әбден араластырдық. Мен кішкене 1-2 қасық крахмал салдым. Кукуруз крахмалы. Енді осыны әбден араластырамыз. Манағы жасаған формамыздың үстіне құямыз. Оған дейін газымызды, пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Бетіне жағатын салмасы. Менде арахиске яшкино шоколадын салып жатырмын. Осыны жылтатын пешке салып, жылтып араластырып алдым, ерітіп барлығын. Піскен пирогымның бетіне құйып жатырмын. Сникерс торты, бәлші. Міне тағы да басып атқан микс тортым, бәлшім. Оған ұнымызға қантымызды саламыз. Үй температурасында сармайымызды саламыз. Осыдан әбден қолымыздың ұшымен крошка жасап аламыз. Барлығын әбден араластырып, крошка жасаймыз қолымыздың ұшымен. Осыған енді қаймақ салдым.
Жұмыртқамı салдым. Әбден осыны енді біріктіріп, араластырып аламыз. Бәрін біріктіріп, қамыр басып қоямыз. Енді дайын болған қамырым. Осыны салапанға салып, холодильникке қоя тұрамыз 5-10 минутқа. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Оған керекті қаймақ, ванилин, жұмыртқа салам. Жүгері крахмалын салам. Қатты қылып ұстап тұруға. Енді осыны әбден араластырып аламыз. Қантымызды саламыз тәтті болу үшін. Әркімнің өз қалауы тәтті қыласа. 1-2 қасық жүгері крахмалын салам. Осыны әбден тағы араластырып аламыз. Бір массаға келгенше. Міне қамырым дайын. Осыны енді бөліп, жайып аламыз. Ағы да оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Оған дейін табамызды қыздырып, газымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке тағы пісіріп аламыз. Не тавамызға орналастырып саламыз осылай. Жан-жақтарын тегістеп әбден жеткізіп аламыз салып. Бұны да шаншқының көмегімен астын тесіп аламыз. Енді осыған бана жасаған салмамызды бір былғап жіберіп, құйып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне пісіп тұрған бәлішім. Міне осындай 4 түрлі микс торт шығады бәліші. Міне арасы пай. Шоколадты пирог. Сметаник. Сникерс бәліші. Осындай 4 түрлі бәліш шығады. Рахмет, сау болыңыздар.